Ассалаумалейкум. Бүгін осындай дәмі тіл үйірер пончик дайындаймыз. Ол үшін ыдысқа жылы сүтімізді, дрожжды, сармайды, жұмыртқа, қант және шым-шым тұзымызды салып, жақсылап қолмен араластырамыз. Жақсылап араластырғаннан кейін ұнды салып, жұмсақ қамыр илейміз. Жақсылап қамырдың иін қандырып илеп болғаннан кейін ыдысқа салып, бетін жауып, 20 минутқа көтерілгенше қоямыз. Қамырымыз көтерілгеннен кейін жұмыс жасайтын столдың үстіне аздап сұйық май құйып, қамырды қалыңдығы 10 см болатындай етіп, жұқалап жаямыз. Жайылған қамырды дәл видеодағыдай етіп, домалақ кескіштің көмегіменен домалақтап кесіп алып, одан кейін ортасын дөңгелетіп алып тастаймыз. Дәл осылай барлық қамырды кесіп дайындап аламыз. Пончиктарымыздың барлығының формасын келтіріп алғаннан кейін, қызып тұрған майға салып, екі жағын қызартып, пісіріп аламыз. Пончиктардың барлығын пісіріп алғаннан кейін бетін әрлеуге кірісеміз. Ол үшін шоколад пен сарымайды қысқа толқынды пеште ерітіп аламыз. Одан кейін видеодағыдай етіп пончиктардың бетін шоколадқа батырып, бетіне қалауыңызша сәндеп түрлі тәттілерді себеміз. Видео ұнаса лайк басып, арнама тіркеліп кетіңіз. Сіздермен бірге болған Сүндетова Гүлдана, барлықтарыңызға ас болсын.